Қазіргі таңда тарихи мәдени мұраларымызды заманауи әдістерді қолдана отырып үнемі зерттеу мен қорғау күн тәртібінен түспейтін мәселе. Осы бағытта қолға алынып жатқан жұмыстар қатары да артып келеді. 2011 жылы Шахмардан Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті ғылыми кеңесінің шешімі негізінде халықаралық Арал Каспий өңірінің тарихи мәдени мұраларын ғылыми зерттеу орталығы ашылды. Орталықтың негізгі мақсаттары Арал Каспий өңірінің тарихи мәдени мұраларын, соның ішінде қазіргі ұлттық мәдениеттің элементтерін, аймақтағы халықтардың фольклорын, салт дәстүрін, сенім нанымын зерттеудің біртұтас жүйесін қалыптастыру және қайта құру. Зерттеу орталығының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Бибайша Нұрдәулетова. Шағын ұжымда 3 аға ғылыми қызметкер, офис-регистратор қызмет етеді. Зерттеу жұмыстары ғылымның 4 бағыты – филология, тарих, этнопедагогика, мәдениеттану бойынша жүргізіледі. Бұндай орталықтардың құрылуы қазіргі таңда ең қажетті шара деп ойлаймын. Біз сияқты орталықтар Қазақстанның көптеген жоғары оқу орындарында құрылған. Мәселен, біз жақында ғана мынау Қызылорда қаласындағы Қорқыт Ата атындағы мемлекеттік университетте болдық. Осы университетте қорқыттану ғылыми зерттеу орталығы бар екен. Сонымен бірге қорқыттану ғылыми зерттеу институты бар. Сол сияқты археологиялық қазбаларға қатысты бірнеше институттар бар, орталықтар бар екен, зерттеу орталықтары. Біз енді осы өзіміздің саламызға сәйкес болғандықтан, бізге жақынырақ болғандықтан осы қорқыттану ғылыми зерттеу институтына болып, олардың жұмыстарымен таныстық. Сонда осы сыр өңіріндегі бүкіл сөз өнері, бүкіл жыраулық дәстүр, күй, ән, барлық әйтеуір рухани мұрамызға не жатады, салт, дәстүр, барлығын жинақтап, зерттеп, үлкен орталыққа айналып, өзектендіруші орталыққа айналып отыр осы қорқыттану. Олар жұмысын бастағанына біршама уақыттар өткен, оған жергілікті әкімшіліктен де көптеген қолдау көрсетіліп отыр, ғалымдар үлкен қолдаулар көрсетіліп отыр. Сондықтан да олар біраз нәтижеге қол жеткізген екен. Осы сияқты зерттеу орталығы, мәселен, біз тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасап отырмыз. Анау Гумилев атындағы Евразия ұлттық университетінің жанында Отырар кітапханасы деген ғылыми зерттеу орталығы бар. Міне осы басқарып отырған Тұрсын Жұртбай деген белгілі ғалым, қазақтың біртуар ғалымдарының бірі. Міне осы орталық, мынау қазақтың ежелгі орта азиялық, мынау бір ғана қазақ емес, бүкіл орта азиялық түркі жұртына ортақ жазба мұраларымызды қайтадан қалпына келтіріп, поэтикалық аудармасын жасап, тура сөздіктерін жасап, соны халыққа ұсынумен айналысып отыр. Яғни бір кездерде тек қана мәдени ескерткіш ретінде ғана біздің бір ғасырымыздың бір белгілер, көнегөз белгілер ретінде ғана, жәдігерлер ретінде ғана санаулы ғалымдар мен санаулы адамдарға ғана белгілі болып келген осындай жазба мұраларымызды жалпы халыққа ұсынып отыр, ғылыми қауымға ұсынып отыр. Міне осы сияқты жұмыстарды бізде атқаруымыз керек, қолға алуымыз керек деп ойлаймын. Ал оған Маңғыстау өңірінің ғылыми әлеуеті де, рухани әлеуеті де толығынан жеткілікті. Ең алғашқы ауқымды жұмысы Бибайша Нұрдәулетованың жетекшілігімен Қырымның 40 батыры жырлар циклінің қазақ мәдениеті тарихындағы орны және ұлт тұтастырушылық мәні тақырыбында ғылыми жобалар дайындалып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ғылым комитетінің 2012-2014 жылдарға ғылыми зерттеулер жүргізуге жарияланған гранттық қаржыландыруға ие болды. Сонымен қатар орталық қызметкерлері аймақтық ғылыми зерттеулерге орта мектеп оқушыларын, университет студенттері мен магистранттарын тарту бағытында әдістемелік және ұйымдастырушылық ғылыми кеңес беру және ғылыми жетекшілік жұмыстарын жүргізеді. Енді бір ғылыми проект, ғылыми жобамыз ол мынау осы өңірдегі мұсылманша білім беру ошақтарының тарихы. Соған арнағымыз келіп отыр. Бір ғылыми жобамыз осы Маңғыстаудағы түрлі зергерлік бұйымдар, соларға мәдениеттанымдық тұрғыдан сипаттама беру, талдау жасау. Содан кейін осы Маңғыстаудың тарихы, Маңғыстауға кіші жүздің келуі алғашқы, соған байланысты түрлі тарихи оқиғалар, тарихи деректемелер, осы жөнінде ғылыми жобаларымыз бар.
Арал Каспий тарихи-мәдени мұраларын зерттеу орталығының ұйымдастыруымен 2012 жылдың 30 қазан күні сарайшықты қорғап қалайық тақырыбында акция өтті. Акцияның мақсаты Атырау қаласының жанындағы орта ғасырлық Сарайшық қаласының қазіргі тарихи орнын халықаралық тарихи-мәдени маңызы бар ескерткіш ретінде ЮНЕСКО-ның қамқорлығындағы ескерткіштер тізіміне енгізу туралы мәселеге ұлт зиялыларының назарын аудару және әлемдегі 35 елдің 40 жоғары оқу орнын біріктіретін халықаралық жоғары оқу орындары қауымдастығының осы мәселемен ЮНЕСКО-ға ұсыныс жасауына қолдау көрсету. Акцияға университет ұжымы, Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасы, облыстық мәдени қорықтың қызметкерлері, тарихшы, мәдениеттанушы, өлкетанушы, эколог мамандары, облыс ардагерлері, басқа да зиялы қауым өкілдері мен студенттер қатысты. Акцияда қазақ мемлекетінің ежелгі астанасы Сарайшық қаласының орнын қорғап қалудың тек қана қазақ халқы емес, адамзат өркениетінің тарихы үшін маңыздылығы айтылып, жиынға қатысушыларды Сарайшықты сақтап қалуға бірауыздан үн қосуға шақырды. Акцияда Сарайшық қаласының тарихы мен қазіргі жағдайын зерттеп, зиялы қауымның назарын аударуға үн қосып жүрген ғалым Халел Досмұхамедұлы атындағы Атырау мемлекеттік университетінің доценті Өтепберген Әлімгерейұлы, Сарайшық қаласының тарихи орнына қазба жұмысын жүргізген белгілі археолог ғалым профессор Зейдулла Самашев сөз сөйлеп, Арал Каспий халықаралық ғылыми зерттеу орталығының аға ғылыми қызметкері Эльвира Абланова баяндама жасады. Сондай-ақ жарыс сөзде облыстық мәдениет басқармасының қызметкері Жанар Қоңыратбаева, университет студенттік парламентінің мүшелері шығып сөз сөйледі. Шара аясында Барселона қаласындағы жоғары менеджмент мектебінің директоры, Сарайшықты қорғау жөнінде халықаралық деңгейде бастама көтерушілердің бірі Татьяна компаниясының акцияны қолдау хаты оқылды. Арал Каспий өңірінің тарихи-мәдени мұраларын ғылыми зерттеу орталығының директоры Бибаша Нұрдәулетова акцияны қорытындылады. Қазіргі сіздердің жинаған қолдарыңыз, содан кейін бүгінгі осы мәжілісіміздің хаттамасын біз негіздеп құжаттап, ЮНЕСКО құжаттарын қатарына қосамыз. Сондықтан да сіздер қазір үлкен бір игілікті іске өзімнің үнімді қостым. Қандай да соған бір көмек жасады деп есептей беріңіздер. Сол бүгінгі осы мәжілісімізге келген қадамдарыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын және ісіміз нәтижелі болсын. Рахмет сіздерге. Бұл мәдени шара көпшіліктің көңілінен шығып, жақсы әсер қалдырды. Арал Каспий өңірінің тарихи-мәдени мұраларын ғылыми зерттеу орталығы болашақта мұндай игі шараларды тұрақты түрде өткізіп тұратын болады.